Сондай-ақ орманды Норсулдра дейтін жұмбақ халық мекендейтін. Олардың да сиқыры болды ма? Мен сияқты? Жоқ, Эльза, сиқыры болған жоқ. Олар орманның берген несібесімен күнілтетін. Олардың өмір салты біздікінен мүлде өзгеше. Әйтсе де, бізбен дос болуға серіктескен еді. Соның құрметіне аталарың Руниард патша керемет тоған салып, суларын молайтты. Бұл әкемнің бейбітшілік сыйы еді. Сыйлықтары үлкен екен. Сол күні мен де орманға барып, үлкен тойдың құрметті қонағы болдым. Тіпті Рагнар. Бірақ сонда болған оқиғаға мүлде дайын емесем. Біз сақтық дегенді ұмыттық. Мәз мейрам болдық. Ғажайып орман әр қайсымызды сиқырлап алғандай. Бірақ бәр алдамшы екен. Олар бізге шабуыл жасады. Менің жанында бол. Қиян кескі ұрыс болды. Аталарың сонда қаза тапты. Бұл шайқас рухтарды ашуландырды. Абайла! Олар бізге жойқын күшпен қаһарын төкті. Сол кезде дауыс естілді. Мені біреу құтқарды. Осыдан кейін рухтар жоғалып кетті деп естідім. Орманды қалың тұман басып, онда ешкім кіре алмайтын болды. Сол түні мен Эренділге жас патша боп оралдым. О, әке, не еткені ғажап. Сені кім құтқарса да өте мықты екен. Соны өзімде білсем ғой. Рухтарға не болды? Ал орманның күйі ше? Ол жағын білмеймін. Тұман әлі сейілмеді. Содан бері орманға